Шайтанның ең үлкен үш мақсаттары бар. Соның бірі ерлі зайыпты болса ажырастырып тындырады. Ажырасу жағынан әлемде біз, білмеймін, статистиканы қарасам алдыңғы орындарда екенбіз. Санымыз өте аз болса да. Екінші мақсаты бұл адамды кәпір ету. Ол бірінші адамды намазын тастатады. Сосын Құдайға қатысты күдік сала бастайды, күмән. Сосын Құдайға өзі қалай қарсы шыққанын да білмей қалады. Үшіншісі адамды өз-өзіне қол жұмсату. Көп жағдайда молдеке оқытылайықшы деп кеп тұрады кісілер. Сонда көбісінің отбасылық проблемалары да, жеке мәселелерінде осы жындардың айналшықтап жүргенін көреміз. Ештеңе қызық емес молдеке дейді. Ештеңе қызық емес. Туысқан, әке, шеше, бала шаға, жұмыс, ештеңе қызық емес дейді. Оқшаулана бергім келеді дейді. Кімде-кім осындай халге түсіп қалса білсін, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқандай, шайтан дейді, адамды солай жамағаттан бөліп алып кетеді деген. Қасқыр жаңағы атардан қойды бөлгендей дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сөйтіп адам жеке қалғанды жақсы көре беретін болады деген. Енді сол үшін жалғыз қалмауға мұсылман адам барынша тырысу керек. Сосын бұл өмір қызық емес бола бастайды. Ақыр соңында өз-өзіне қол жұмсауды ойына сала береді. Міне осы кезде адам не істеу керек? Өз-өзіне дем салу керек. Немесе оқытылу керек. Әр адам, кәпір болсын, мұсылман болсын, әр адамның қасында хафаза періштесі бар, қорғайтын. Сол үшін айтады ғой, періштесі қағыпты дейді. Кейде періште сол ұзақта отырады. Сонда ол жындар оған тисе бастайды. Сондықтан да сол періштенің, хафаза періштесінің қасымызда болу үшін бізге пайғамбар алейхиссалам дұғаларды үйреткен. Азанда кешке Ихлас, Фәлақ, Нас сүрелерін оқып алу керек. Ерінбеу керек. Кешке жатарда Ихлас, Фәлақ, Нас сүрелерін 3 реттен оқып жату керек. Есікті бисмилламен жабу керек. Кірген кезде ассаламу алейкум деп сәлем беріп, кәдімгі рахматуллахи баракатух деп кіру керек үйге. Есікті бисмилла деп жабу керек. Дәретханаға сол аяқпен бисмилла деп айтып барып кіру керек. Тамақтарды оң қолмен бисмилла деп жеу керек. Сонда жындардың топ-тобымен келіп, мына үйде сендерге жейтін аста, жататын жерде жоқ деп айтады деген да. Кетіп қалады деген. Басқа үйлерге. Аластаудың жолы үшеу. Айқайлап азан айтасыз, айқайлап Бақара сүресін оқисыз. Сосын жаңа суға дем салып, бөлмелеріңізді шашып шығасыз. Сосын жын-жыбырдан тағы бір несі, осы Ихлас, Фәлақ, Нас сүрелерін азанда кешке иншаалла оқып жататын болсаңыз, және денелеріңізді сипасаңыз, балаларыңыздың түс көріп шыңғыруы, тағысын тағы басқа иншаалла болмайды.